Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен осындай балық пен көкөністерден ас әзірлейтін боламын. Бұл балықты тек қана суда қана емес, сонымен қатар сёмга, форель, сазанның филесін алуға болады. Дайындаған рецептім ұнаса, соңында пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Ең алдымен балықтың филесін алып, осылай ұзынша етіп бөлектеп турап аламыз. Оған енді тұз, бұрыш, паприка және лимонымызды сығып маринадқа қойып қоямыз. Енді клярымызды дайындаймыз. Ол үшін ұнымызға жұмыртқамызды салып, аз-аздан су құйып отырамыз. Жақсылап араластырып алған соң, оған тұз қосамыз. Енді көкөністерімізді дайындаймыз. Алдымен жуып, кейін бізге баклажан, цукини және тәтті бұрыштың жартылар ғана керек болады. Осыларды видеодағыдай бөліктерге бөліп турап аламыз. Енді туралған көкөністерді бір ыдысқа салып, оған дәмдеуіштер қосамыз. Яғни тұз, бұрыш және паприка. Және соңында сұйық майымызды құйып, 10-15 минутқа маринадқа қойып қоямыз. Балықтың ортасы пісу үшін осындай кесіктер жасаймыз. Енді табамызды отқа қойып, май құйып ішіне балықтарды осылай бірінші ұнға, кейін клярға салып, қуырып аламыз. Балықты қуырар алдын майды қыздырып алыңыздар, кейін қуырып жатқанда оттың астын орташа қою керек. Өйткені балықтың сырты тез қызарып, ортасы піспей қалуы мүмкін. Қуырып жатқан кезде абайлаңыздар, май шашырайды. Барлық балығымызды осылай екі жағынан қуырып аламыз. Енді сары майымызды ерітіп, жаңа көкөністерді 10 минуттай қуырып аламыз. Бірақ 2-3 минут сайын араластыруды ұмытпаңыздар. Міне 10 минут өткен соң қызанағымызды салып, бір араластырып, отымызды өшіреміз. Және артық майы болмас үшін осылай душылаққа салып қоямыз. Міне керемет боп. Енді осылай ыдысымызға жинақтаймыз. Әдемілік үшін лимон және соуспен ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.